Сәлем балақай. Бүгін каналда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздер Д әрпіне берілген екінші сабақпен танысатын боламыз. Сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпа. 42-ші сабақты ашып қарайтын болсақ, оқуға сөздер берілген. Кәне бірге оқып шығайық. Дос, достар, дауа, дода, дара, ардақ, долана, дуадақ. Қазір біздер бір буыннан, екі буыннан және үш буыннан тұратын сөздерді оқып шықтық. Келесі, бұл жерде берілген буындарды Д және Т буындарына қосып оқуымыз қажет. Алды, салды, оқыды, отырды. Келесі, тақты, сатты, тосты, асықты. Келесі, бұл жердегі сөздердің барлығы іс-қимылды білдіретін сөздер, заттың іс-қимылын білдіретін сөздер. Келесі, мынау не? Мынау не деген сұрақтарға біздер жауап беруіміз қажет. Мынау не? Мынау дуадақ. Дуадақ бұл құстың атауы. Мынау не? Мынау долана. Долана бұл жемістің атауы. Келесі, мынау не? Мынау дала. Келесі, астында біздерге сөйлемдер берілген. Осы сөйлемдердің ретін анықтауымыз қажет. Алдымен оқып жайық. Дулат, дана, ардақ, далада. Мынау дала. Олар тату достар. Ал кәне ең бірінші. Мынау дала. Бұл осы суретке қатысты берілген мәтін. Мынау дала. Дулат, дана, ардақ, далада. Олар тату достар. Бұл үшінші сөйлем. Үш сөйлемнен тұратын мына суретке қатысты мәтін екен. Келесі, бұл тапсырманың астында дәптерге жазуға атасы дана адам деген сөйлем берілген. Бүгінгі Т дыбысына арналған екінші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.